Эстрада ардагері, Қазақстан Республикасының халық әртісі алаяққа алданып бүгінде пәтерде жүр екен. Бұл туралы Роза Әлқожа өзінің әлеуметтік желідегі парақшасында жариялады. Нұрғали Нүсіпжановпен кездескен сәтін көрсеткен әншінің айтуынша, Нүсіпжанов жер үй сатып алуға жинаған ақшасын алаяққа беріп қойып, бүгінде өзі пәтерде жүр екен. Сазгер әнші ұстаз Бағлан Бәбіжан құрбымыз біраздан бері ағаға барып қайтайық деп жүрген. Кеше соның сәт түсті. Халық әртісі бүгінгінің аңызы Нұрғали Нүсіпжанов ағамызға сәлем беріп бардық. Биыл сахнада жүргеніне 70 жыл толады екен. Өзі 87-ге келіпті. Ағадан бата алып ырымдап жатырмыз. Біз кейде қасымыздағының қадірін білмей, жеке қалдырып, құса қылып жатамыз. Неге деген сұрақ туады осындайда. Аға жер үй сатып алсам деп жинаған бар ақшасын Шәуілдірден келген бір алаяққа беріп, енді соны ала алмай пәтерде жүр екен, деп жазды Роза Әлқожа. Сондай-ақ Роза Әлқожа жезтаңдай әншінің орындалмаған арманы жайында айтты. Өзім де кезінде ағадан сұхбат алған сияқты едім. Бірақ шын ғұмыр тарихын білмейді екенбіз ғой. 2 әйелден 5 қыз көрген бұл кісінің орындалмаған арманы ұл болыпты. Ұрпағының жалғасын көргісі келеді екен. Жас жеңгемізде Эконың бар ғаламатын көріп баққан болмапты. Ендігі бар үміті бала асырап алып, ағаның атына жаздыру. Баладай мәпелеп күтіп жүрген бұрынғы журналисті де аядым. Нұрғали Нүсіпжанов әлеміне бойлап, жазу сызуын да ұмытыпты. Қайтпек керек. Алла маңдайға берген болса, бәрі де болар, деп жазды Роза Әлқожа.